Сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай өте дәмді сливкисіз торт жасаймыз. Алдымен құрғақ ингредиенттеріміздің барлығын ситадан өткізіп аламыз. Разрыхитель какао ұнымызды сосын барлығын біркелкі қылып араластырып қоямыз. Сгущенкамыздың екі банкасын құйып, жұмыртқамызды салып араластырамыз. Жақсылап араластырғаннан кейін ерітілген сары майымызды салып, тағы да біркелкі болғанға дейін араластырып аламыз. Жаңағы құрғақ ингредиенттеріміздің барлығын салып, қамырымызды жасаймыз. Тестамыз осындай бірте-бірте араластырыңыздар. Жоғарыдан төменге сол кезде тестамыз жақсы көтеріліп піседі. Осындай нутелла сияқты мега шоколадный болып шықты, өте күшті. Пергамент қағаздарыңызды осылай 8-9 бөлікке бөліп алыңыздар. Және форманы осылай сызып алсаңыздар да болады. Тарелканың көмегімен де болады. Менде кольцо болғаннан кейін кольцоның көлеміндей етіп сызып алдым. Содан кейін теріс айналдырып, 3 ас қасық тестамызды салып, видеода көрсетілгендей шет-шетінен жақсылап жайып шықтым. Ортасына қатты қалың болып кетпесін, шеттеріне де біркелкі қылып жағыңыздар. Осындай болып пісті, өте жұмсақ, вупипай сияқты. Қамырымызды енді істейміз. Сүтімізге қантымызды салып, және крахмалымызды салып араластырамыз. Кукурузный крахмал болуға міндетті. Сол кезде тестамыз ішіндегі креміміз өте дәмді болып шығады. Жұмыртқаларымызды саламыз. Барлығын араластырып болғаннан кейін баяу отта араластырып тұрып, міндетті түрде араластырып тұруларыңыз керек. Асты жабысып қалса, креміміз дұрыс шықпайды. Осылай қоюланған кезінде шоколадымызды саламыз. Майымызды, бөлме температурындағы майымызды миксерлеп аламыз. Және какаомызды саламыз. Бағанағы заварной тестамызды, яғни кремімізді бетіне салып тұрып, крем жасап аламыз. Осылай какаомыз бен майымыз араласқаннан кейін бағана жасаған тестамызды, заварной тестамызды осыған салып крем жасаймыз.
осымен креміміз дайын. Тортымызды жинастыра берсек болады. Кольцоға кіргіздім. Сіздер кіргізсеңіздер де кіргізбесеңіздер болады. Просто мен формасын жақсы ұстау үшін кольцо кигіздім. Сол бірте-бірте крем тесто етіп барлығын жасап шығамыз. Осымен тортымыз дайын. 5-6 сағатқа тоңазытқышқа холодильникке салып қойсаңыздар болады. Одан кейін ұсына берсеңіздер болады. Өте дәмді, шоколадный жасап көрулеріңізді сұраймын. Мен YouTube каналыма тіркеліп, лайк, комментарий жазып кетіңіздер. Сіздермен болған Гүлдана ас болсын.